Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Шешем жақында жасы 90-ға жеткен жақын қайын сіңлісін Назира апайымыздың туған күнімен құттықтап бардық. Анамыз: "Қызау, біз сені қияттарға ұзатып жатырмыз. Білегіңе күміс білезік тағамын. Күмбірлеп жүр. Қолыңа алтын сақина салып жатырмын. Алтындай жарқырап жүр. Басыңа қонған бақ арылмасын деп, басыңа ақ жаулық жабамын. Көңілің көтеріліп жүрсін деп үстіңе көйлек кигіземін. Тойың құтты болсын. Қолыңдағы балаң мен келінің Бақтырхан мен Хамария абыройыңызды көтеріп, балаларыңыз, немере шөберелеріңіздің, ағайын туыстарды, құда жекжаттарыңызды шақырып жасыңызды 90-ға толған үлкен мереке жасап жатқанына қуанып отырмыз. Балаларыңа Алла разы болсын, өзіңе Алла қуат берсін. Балаларыңның қуанышын, ұрпағыңның қызығын көріп, Алланың берген жасын жасап жүре бер." Анамыз Фатима мерейтойдан үйге келген соң осы сөз туралы айтып берді. "Балам, қызым-ау дегенімді түсіндірейін. Баяғыда жасы ұлғайған кемпір төркіндеуге барыпты. Төркіндері апаларына төркін сыбағасына көп мал, біраз дүние беріп, күтіп, баптап қонақ еткен. Қайтар уақыты болса да төркінде біраз күн жатып қалыпты. Көп жатқан соң төркіндері бергендерімізге көңіл толмай қалды ма деп, апай, қате төркіндеріңізден тағы не қалайсыз, қалаған дүниеңізді сұраңыз деп сұрапты. Айналайындар, бергендеріңе, кигізгендеріңе өте ризамын. Алла разы болсын. Мен төркініме келгендегі бір жұмыс бітпей тұр, сонан соң қайтамын деген екен. Сөйтсе төркіндегі ең үлкен жалғыз жеңгесі бір жаққа қыдырып кетсе керек. Сол жеңгесі кеткен жағынан келіп, қайынсіңлісімен қауышып, мәре-сәре болып қуанып отыр. "Қызау" деп сөз бастаған екен. Сол кезде төркіндеуге келген кісі: "Әне, енді менің жұмысым бітті, енді қайтамын" деген екен. Иә, бұрынғының жолы ұзатылған. Қыз жас болсын, кәрі болсын, төркінге келгенде жеңгелерінің "қызау" дегенін, қыз деген сөзді және қыз кезіндегі қосымша аттармен атағанын есту керек екен. Сол кезде көңілім жайланып, қуанып, көңілі жадырап риза болады екен. Осы сөз төркін жағынан айтылу керек екен, және төркіні қызына арнап соғымнан асық жілік, құйымшақ, күйеуге төс, құда-құдағайдың сыбағасы, жамбасты қада қауметімен сақтап қоятын болған. Мен руымыздың ұзатылған үлкен қыздарын көрсем, "Қызау" деп айта жүремін. Бұрынғының жөні ғой, үлкен кемпір болса да айту керек, айтылу керек деп сөз аяқтады анамыз.